Belgili Akın Ömürzak Kalbayıp'tың Ершабай дастаны. Allah'ın jatkan alev aviya ha burungu ötkendirdiň hatqa usalev aviya hatqa sargı atağın ata babana bayandayın aviya ay osындай мерекеліға топқа усалып топқа салып ай тыңдаса қалқым қалап сөздерімді сөзбенен шығарайын шерлерімді сыйынып әруағын ай көңіл қалып киелі қосай бекет пірлерімді жәнеден ата қозы лабақшабай ой қалып әруақтау ерлерімді Кезінде қалварып сол батырлар сырт жаудан қорғап едау елдерімді үркітіп айбар мен дұшпандарын Маңғыстау тазартып едің жерлерімді жерлерімді ай атандық сегіз арсадай болып ұрпағы құдай кемен келім берді Ер қоса елі қасау бекет бірі болып тау небрасыл берендер дегендей төрт құбыласың түгел болып шүкір алла өсібендің адай елі сөйлеген топ қатысып жиын жерде мерген бейбай мен беттей кемеңгері және де мына қаруалы барға шапқан мына ерғонай өмір қармыс ердің ері ерлердің ерлігісін жырлап өткен қалын язабылақтан сөздер керек Кен көнөсөз соңғырпаққай мұра болып, ер қармыс балуан ез қалды жырып. Қарттарым той тамалақ бас қосқандай айтылат ерлерімнің аңыздары. Атасақ сол ерлердің қатарындан айтулы шабай едау бірегейі. Ат мініп ата жолын жалғастырылған берлеулі десен сүгір мұрагері. Ерлігін Ершабайдың сөзі теріп. Бақылдау соңғы ұрпақ ала білгендерің Ершабай дүниеғау келген екен қонысы жоғарғадай самның өрі әсемгел ергөңілдау шешемізден осы маң Ершабайдың туған жері Танылып 15-дегі шабай болып батасын ер барақтың алған жер. Бас қосып қарулармен батыр алып ер қармыш жорығына барған жер. Маңғыстау атағоныш ел ішіндай атағы аңыз болып қалған жер. Нағашысы ер қосайдың қадірдегі ау жыл қайдар ат шыққан ердің ері. Жігіттің жақсы болсай нағашысы. Сол айтқан тілге салдым сөз өлгерің келедің алайтылып батыр шабай айтылар ерлігісі талай-талай келімберінің үлкінін ау қонан орыс кетуге болмастыраң ескен алмай жанбайдың бір ұрпағай жиен құлдан қос батырлабақ менен туды мыңбай мыңбайдан қармыс қоныс жаман қара шалдарым шежірі жыл айтқан солай қоныстан туылып тау батыр шабай әсем гүл шешесі тау қадыр қосай Туылған жақсылардың жалғасы болып тұратын керегінде мыңға басай. Ескілер керегінде еске алмасақ, ескілер баратыр ау мұра есте қалмай. Сол үшін бабаларды жатқа салдым. Жүрсін деп соңғыларға ұмытылмай. Ұмытылмай Ескі сөз, естіген сөз шалдарымнан
Есіңе түседі екен арғы заманы. Көшпелі күн өткізген бабаларым, шабылып бірде жаудан бірден аманы. Көп көріп қиыншылық қалмақ жаудан, бізі кел ауған екен сыр бойынан. Сондағы көшкен көздау қиыншылық шықпаған әлуінгау ел ойнаны. Кішіде шыр бойынан көшіп ауған, бөліп бат жақтан қоныс алғаны. Шамалап сырттан айтқан сөзім емес, жазылып тарихта дерек қалған. Ол күнде қалмақ екен ел оққабдау, ар жағы айық-жайық пен нарын құмда. Бер жағы ойыл қиды жеммен сағыз, бар екен қара қалмақ осы маңда. Шұбырып қоныс деп, көшкен қазақ алдынан қару алып шықты қалмақ. Алдында мына қол бастаған Әбілқайыр ерлерге тағы түскен екен тағы салмақ. Жиналып 300-дің батырлары, қалмақтай жем сағыздан, қудай аулығы, қалмақтар бас көтіріп шаған суда. Көп кейін Әбілқайыр өлген шама. Қазаққа мұнан қоныс бермейміз деп, қалмақтар бас көтірген тағы сонда. Ерлерге міндет сұрай ұрыс қылмақ, ұрысып шаған судан қоныс алмақ. Мына әлімнен әжуаймен өтен сартай бар екен табындағы батыр бірақ. Тұрсын ба байылдау текқа қарап, ерлер көп ұрыс құрар жауға жарап. Сейіні бабада ата бабаң аруағын ай, бұларда ұшапқан екен жау құрандап. Адайдан ата қозау қонайлабақ, және де Қармыс батыр, және де Шотан батыр айбасшанақ. Ершабай сонда 17 жасында екен, әруақ басына қонған кезі ерлік аруақ. Жалтылдап дуылға сауды, басындағы дуылға сай, қолында жауға семсер ағалмасы. Көзімен көргенді көркіменен сескіндірер, келеді қас батырға тұлтылғасы. Қашаннан қасы болып қастасын ай түсі көрсем деп түсіп жаудың ортасына. Жасынан батырларға ерген екен, отырмай отбасында, асы ойнап отбасында. Ерлерден ата қозау барғасында, Нұралы ұрандыған туғасында. Ерлігі Ершабайдың байқалған жер, қан төгіс саған судың шайқасында. Ерлігін Ершабайдың сөз етемін, жас балдары сақтасын деп санасында. Санасында аталас айуқымен сирен батыр бар екен қара қалмақ арасында. Қазағым жекпе-жектеп шыға келіп, келіңдеп тұрып алған ортасында. Қазақтан бұған шығар кімің бар деп, Нұралы көз тастаптау баршасына. Бұл өз серенде сай серен екен, айқаста күші басым көрін екен. Жаушылық бұрын талай болған айқас, қайратын қазақ қалмақ көрген екен. Сереңінен сескенгендей қазақ жағай бас бағып тотталғасын батырлары. Ерлерге осы бүгін не болды деп назыр қып қалған екен қан Нұралы. Шыдамай сонда сауып батыр шабай, өз алды оқшауланып тұрған адай. Адайдан 6 батыр ішінде бар үлкен ата қозы батыр қонай. Келді ата қозы ағасына, асыға сөз бастап тұрғалы, сонда бұлай, сонда бұлай. Ал атекабына сізге келдім, батаң бір шау қолың жайып, қолда деп әруақтың бабам қосай. Қолдасына өлалдан қосай әруақсын болды топ үшінде отырған қарап. Қазақты топқа түсір батыр жоқтай, мұна қозға намысымды мұна қалмақ. Сол үшін жас деп мені ірікпей ақ шығуға ниеті осым еттім талап. Сол үшін жас деп мені ірікпей кез, мұна шығуға жүрек еттім өзім қалап. Ол сөзді тыңдап болып ата қозы япырмай бұл қалай деп қалай өзі. Айтасың шабайлықпен, мұна балалықпен шабай бала, қатпаған қабырғаң жассың әлі. Айқаста мұна ақылменен айла керек, айлашы жас батырлар болар едеп. Сол үшін саған ұқсат бер алмаймын, байқасаң бұл реттің жөні бөлек. Сөйледі сонда шабай екіленіп кеткендей болды, сонда тұр өзгеріп. Ортаға шықпай sıra тоқтар емес, сөйледі ағасының сөзін бөліп. Атекесілік еттім сізге келіп дегендей өз жүнімді өзім біліп. Жассың деп неге мені кемістесің, ініңді ізімізге жүрген еріп. Онанда талабыңыз оң болғай деп жіберсек, болмас бедау батаң беріп. Иншалла осы жолы үміттімін, жүргенмін қуаныштай түсті көріп. Сол үшін жас деп мені ірікпей ақ сынасы осы жауға бір жіберіп. Түсімде қара бүркіт іліп жүрмін, көппін бәйгіден жалғыз шауып келіп жүрмін. Айналам опыр топыр ұлы жиген, көппінен қуаныштай күліп жүрмін.
Түндегі көрген түсім рас болса жауымды жекпе-жекті жеңіп жүрмін. Жүргенмін жарармын деп бір жорыққа. Хай болмаса өзің ері бала, неғып жүрмел ай-ай-ай-ау. Неғып жүрмін. Ойланып сол уақыттан ата қозы. Япырмай бұл қалай деп қалай өзі. Орнынан мына енді тұрған кездай алдында шабайға түсті көзі. Ады түрінен ер шабайдың үміт етіп тұрғасын жекпе-жекке жүрек өтіп. Қайтармай талабынан жаста болса жібердім ден сондай бата беріп. Ол тұста бақыр жандау бекет ата жүрген кездің жолындай тілек етіп. Атаның ескен алып аруағын алыстан жеткізбей деп шапағатын. Әулие ақпайған бір ауыз қалып, әулие ауыз қалып оның атын. Мына әулие қолдасын енді мына әуел Алла алдында қолын жайып тұрған бала. Сиініп аруақ мына пірлерге қол көтеріп батасын берді сонда. Шабайзан сендім анық сөзіңізге, бір Алла рахметке өзіңізге. Көңіліңде мына қуаныш бар, қорқыныш жоқ, байқалды ерлік жан жүзіңізде. Аруақ ақпылтыңыз төбеңіздай көрінді, елес беріп көзімізге. Қолдасын сені мына әуел Алла, әулие ауыз шайып болсын пана. Ер қосайына қашатаң жолын беріп, мына қолдасын қасиеттің ата баба. Мінеки батасына арза болып, адайдың жасағынан шыға келіп, мен бар деп барған екен қан қасына. Сонда да қанияныш білдіріп, тау жас бала қалармыз деп көз жасына. Сөйледі сол уақытта батыр шабай қалам деп қорықпаңыз көз жасыма. Мінеки бары ұлықсат баруыма бермесеңіз қаларсың қайта менің ықласыма. Жастың деп неге мені кемістесің, жарасам болды емес бі жұмысыңа. Алдымда ағалар іркілгенсін. Шыдамай шығып тұрмын ала намысым. Ай-ай-ай-ай-ай. Хан сөзін ай қарамай, сапарымды өңді деп, әуел Алла бір құдай қалса баба бер қосай. Сейіні байыр бақ бірлерге ай тұра шаптау тартынбай. Ортада тұрған қалмаққа, ұмытылды найза салмаққа. Ортада тұрған дәу қалмақ, өзі мықтай жау қалмақ. Жас өспірім жас бала қайда деп маған қол салмақ. Тілегін тілеп сыртынан қарап тұрған көп қазақ. Әр уақытты ерлерден әжбай менен ер барақ ата қозау аллылап. Қасында айбас жұтан ер жанақ. Сейініп пірлерге қолдай көрдегі әр уақ. Пірлерден жерден болмасаң, мына серендау қиын аудармақ. Мына бет-бетке келгенде балаға көзі түскенде секемет тай жау қалмақ. Қалмайын деп қапыда ұмтылды бірден балаға, балада оған болама. Қарулар кеттай қағысып, болатқа болат шағысып. Екі батыр алысып, жан берісіп, шайқасып. Күштеріне шыдамай найзалар қалды майысып. Жүрген жер шаң болып, көріңіз адам таң болып. Мына жүрген жер шаң болып, көріңіз адам таң болып. Көкпар тартқан ойындай, соғып өттау құйындай. Ата өнелет жау қалмақ, қозғалар емес шойындай. Алсып жүрген ел шабай деп қоядау, бұл қалай келмейме деп шамамай. Сейіні бар уақ бірлерге қолдай көр деп бабамай. Қалмаққа үлкен күш қылды, ойламаған іс қылды, көрсетіп үлкен қимылды. Қимылына шыдамай, сонда бір қалмақ жығылды. Тұра алмасын білген соң айды, сонда да қалмақ жалындың сонда да қалмақ сөйлепті. Үстімдегі ау жас бала жасы кішай інісің. Сен қазақтың туысың, келеді ергау тұрысың. Аямасаң ағаңды, бітіп тұр менің жұмысым. Тантып мені өлтірсау, сен қазақтың кімісің? Сонда шабай сөйлейді. Олай болсай жау қалмақ, алдыңда тұрған мен қазақ. Мына олай болса сөз бұлай.
Mına bosat seni jibirip armanda bolsaң егер дайым сені жерге тұрғызып күшіңді не сынаймын айтарың болсаң айтып қал арманда сені қылмайын сонда қалмақ сөйлептің ей мен айтайын саған жөнімді мен бір серен едім белгілі ойламаған өлімді тең келмес маған ешкім деп шығып едім көңілді ойлағаным болмады ау сындырдың бала белімді мына енді біліп жатырмын жүрекін таппай теңімді пенде болып балағай кемдігім менің білінді қол тигізіп жағамаң ей келіп тұрмын тобама дұшпан жеңсең достық қыл осыны алып санаңа жақсылық қыл шауағаңа кешірші қасық қанымдай қалдыр шау аман жанымдай ер қадірін ер білер осы сөзім нанымдай сенсеңін мына егерден ей мына шаппаспын қайта еліңді баспаспын қайтау жеріңді досым деп сыйлау жүрер мына өзіңдей батыр інімді белгісі болсын сертімнің белімдегі бес қарумен мініп кет мына атымды ауызға досы ел емеспін жау емеспін елмін деп берейін саған антымды сөзіме сенсең шырағым найзаң тартып басыңнан әйдай көтерт жау менің басымды басымды әй сөйледі сонда ершабай олай болса сөз былай олай болса сөз былай әй жеріме еліме жүрсең жау болмай қонысыма қол салмай жіберейін босатып тұрсаң батыр сертіңде ендігі өзіңді ау достық деген адал сөз ауыздан соны алғасын жіберейін босатып сөзіңді жалған болмасын осылай деп ершабай ай босаттау серен қалмақты атасың ей қалмақ дегенмен ерекен бұда әрбапты жаңағы жатқан жерінде баланы серен сынапты баланы сынап сөз айттау бақыт қонған жасыңнан ерекенсің әр уақыты бетпе бетке келгенде көзіме бола көріндің айдардай айбатты жолбарыстай қайратты енді қойдым жаулықты ойлаймын ей жарым саулықты тілегін тілеп жүрермін сенің мына жан жақты мен мына белгісі болсау сертімнің белімдегі бес қаруым мініп кеттің біл қаратты енді қойдым шырағым жаушылық деген талапты серен солай дегесін еркімен басын игесін белгісі деп сертімнің ат шырағын бергесін қаратын ұстап жетелеп шабай дайын жас бала Нұралы ханға төтелеп қасына өлді-ау төтелеп қайрау сөйледі-ау бұлай тікелеп аман келдім қаната қызметіңді-ау атқарып жауыңдан жеңдім жатқарып қазағымды-ау қалмаққа қоймайын деп мат қылып абзалдық мынау іс қылып келіп тұрмын алдың-ау дұшпаныңды-ау дос қылып атастерін қалмақты өлтірмет неге демеңіз оның жайын біліңіз шаппаймын деп еліңді тимеймін баспаймын деп жеріңді аузымен антым бергесін аяды жауды ініңіз осылай болды-ау жөніңіз кесірің болса кеміміз өлмесе де өлгендей ат шырағына келдім сауға деп атым мініңіз бес қаруын іліңіз әкеліп тұрмын алдыңа айдай болсын деп сізге сыйымыз сөзіне ырза болып қан нұралың болсын деп жас батырдан бұл сұралғың қалмаққа қыр көрсетіп мінейін деп қалмақтың қару месатын алды шабайға ырза болып нұр алған қалмақтың сен болдың деп туын жыққан болсын деп қанатынан сізге сыйлық қылыш берді балдағын алтындатқан кезінде шабай батыр түзде жатқан шесін бақ сауытын жастап жатқан сондағы нұралы берген қылыш екен бөлтөбер қызысынып інге тартқан таңертең ізге түсіп інге кіріп қылышын шабай батыр алып қайтқан өлтірмей бөлтөберді бас иге сен көңіліне жақсылық ой салып қайтқан
жинағын бөлте бердің аламыз деп батыр көптің аузына барып қайтқан. Бірақ та Ершабайдай қайдан болсын, ай кіре алмай аузынан ала кері қайтқан. Кері қайтқан. Ерік аруақ болған бабамызда, айтады білген шалдар арамызда. Мықтыбай сараулы шабылатын қыземшек ерқармыстың жорығында. Ішінде 15 жасар Шабай бар деп қалдияз атына соп қосқан жырға. Шабайдың содан бұлай ерлігісі аңыз боп қалды содан соңғыларға. Сол сапар Қармыс баба болған қаза, қайғырып дұшпандары тұтқан аза. Ашсыз сатан сеңгір бірде өліп дұшпандар үйтөлібін тартты жаза. Сеңгірге Шабай екен салған найза сатанды қылыштаған көрген бойда. Ырза боп өліп кеткен Қармыс баба серігі ертөлеппен Ершабайға. Ежіктеп бұнан ары сөз қылмадым. Әй, бұл өз ау жайылған сөз жұртталайған. Әй, жұртталайған алай. Өткенді, мұнда қоныс еткенді, Маңғыстаудың Саласай күні тарих қуасы, әлі тұрған қолына құламай Шерғылы қырған қаласы. Шерғыланың маңындау 8 арыс Сейілхан, Сейілханның баласай мекен еткен секілдау 9 ғасыр шамасы. Қоныш үшін дауласып елменен елдің арасы болған екен таласы. Белгісіндей солардың ай не төбенің басындай, не құдықтың қасында ерлердің қалған боласын. Шерғаның бойындау ата жаумыт айладыр, жем бойында көп шаудыр мұрындық абдал бозашы. Қазақ пенен бұлардың жақын келген тұрмысы мал болған елдің ырысы. Қоныш үшін дауласып бұзылып дау еліші. Күні тарих тыңдасаң айды, осыған сұғат желісең ау. Елгеде қоныш Шерғала, елекен жатқан айдала малға толы сайсала. Шерғаланың маңындай басқа қоныс бермен деп айладырды Сардарбек жүрген екен төңіректеп. Кіші жалсын бойлай сыр бойынан ауып кеп Шерғалаға көз салған бізге дау қоныс керек деп. Болсын боған Сардарбек өз түрі өзбек. Қалқын жинап құралдап айладыр деп ұрандап, қайтарам деп қазақтай үлкеніс болынған бұл ұзаққа созылған. Жазықсыз елдер шабылып ерлер өлдау жазымнан. Ақырындай Сардарбек аламан алдырып, қазақтан қашып жеңіліп Шерғалаға тығылғаным. Кіре алмастап қазақтар хайдай қорған ау биік қамалдан ау. Қазақта батыр ерлер көп, қалышын ау кірсектеп, бір айқасып көрсектеп. Атоғыз ау ерлабақ, айбаш жотан ер жанақ. Өшірген ерлері өштесіп, көптен бір ау кектесіп. Бірақ та мына батырлары біле алмады өштерде қамалға қалай кіруін. Атоғызы сөйлейдің, білмей тұрмыз батырлар, қамалға қалай кіруін. Қамалды бұзып жолбастар бармасын батыр біреуін. Атоғыз солай деп жан-жағына көз салды, үндеме дау батырлар шамасы ерлер тай салды, тай салғаны байқалды. Атоғыз батырдың қатты келді ашуы бұзылып өңі назары. Орнынан тұра берген дау Шабайға түсі назары. Сонда Атоғыздың сөйлейді, бармысың Шабай жиенім, ар жағың адай белгілі, сен әруақты ередің. Сені мына туғандай әсемгілдай анамыз қошырлатып шайнавет айдардың бас сүйегін. Сен сонан туған сен едің, қайтпа жаудан қайтпас жүрегің. Мына осындай қиын жерлерде келіп болып тұр сенің керегің. Сен тыңдап көрелігі кәне батыр не дедің. Сондадан Шабай сөйлейді, жасың үлкен Атекай алдымдағай ағамсын. Әр уақытта там ер қосай жолсыздікі болғасын, сыйлап тұрмын жолыңды жалған деп мұнымды. Әуел жолды бастап бер ізіңе ертіп ініңді. Жол бастасан қосайлап, біз ерелік адайлап.
қатпасы берік қамалдың іргесінен ін қазып кірерміз солай амалды Шабайдың айтқан бұл сөзін Атоғыз ау жөн көрді. Дұрыс айттың Шабайжан, жол бастамақ қосайдан, ерлік қылмақ адайдан. Әуел бастап кірейін, қасыңда бірге жүрейін. Ерлігіңді және де қамалға шапқан көрейін. Деп тағы батырлар батыр Шабай, алдында. Елер бар соңында қазғын ордың ішімен кіріп барды қамалға. Білмей қалдау Сардарбек болады деп мұндай амалда. Жүргенерлер өштесіп шайқас болдау қамалда. Ажал жандар шейт болып жан тапсырдау табанда. Ақырындай Сардарбек аламан алдырып өжіғастау соғында. Қайда қашқан мен қайда құтылсын қорғаны биік қамалда. Пенде болдың адайған айды, тап болдау батыр Шабайға. Шабайға көзі түскенде төсім басу еңкейіп қонысымдау бердім деп айтқаныңа көндім деп балғаласып кетейін енді мұнда келмен деп сен жүрген жүрді жүрмен деп аман қалдыр жанымдау мен дүзіңде ермін деп осы мына айтқасын Атоғазы сол уақытта айтқан екен Шабайға енді мына өлтір деп жалынып тұрған адамдау не керек деп өлтірмек. Ер қадірін ер білер деген сөздау ескеріп, Сардарбек төй төрен ау жіберген екен босатып. Содан кейін Сардарбек елін ертіп ізіне. Сонда мына көшіп кетіптау, үдірегі балғанасып кетіптау, үдірегесіп жұртасып. Содан бері болғаны 8 арсадайға болған екен мінәсіп. Сырт түшпанға бермедің айды, келген мен қанша жауласың айда. Сардарбектай қаласынан шығырып үстір даласынан ауысып шарғалаға қалыңадай Маңғыстау қоныс алған саласынан ерлігі ер Шабайдың байқалған жерін қан төгістің асыған судың шайқасынан ажалды ешкім кесіп айталмаған құпия ол бір тысым байқалмаған ерлерім елі үшін егескенде өлем деп басын жаудан тарталмаған. Біреді сол ерлердің Шабай батыр жүрегі жаудан қорқып шайқалмаған. Әлгі ерлігісің айтылмаған. Айтқанда өткен істі бұрынғыны халқына арналап барғанында Шабайдан ыққан екен Алла құлған. Шабайдан ыққан екен Алла құлған. Айтқанда болған істі Маңғыстауда жазық сүйін қара шабылғанда бола алмай сол шайқастың іштерінде соңынан қызыныпты Шабай бала. Айтыпты арызданып барып қанғай ойласаң, осы күн ау неткен ерлік ынтылмай кіріп барған Алла құлға. Білінген бала батырлық балалықтан, құр емес көңіл зерек даналықтан. Мына ажалға басын тігіп барған екен, артық па деп менің жаным құлбырақтан. Құр емес батыр Шабай әр уақыттан сескеніп айбарынан қандан аққан. Үстіне сәлем беріп кірген кездай қол берген ханға жүре түсіп тақтан. Жөн жосық емна Алла құлған сұрағанда кідірмей қан алдын даңала жауап айтқан кіші жүз жошы нәселе ұранымыз кіші забыл хайыра құралы біз құралымыз Маңғыстау атағын өсей бес қалемен бір жағы қиуағандығы сұрамымыз сұрамымыз болғанда өзім қазақ ұруым адайдан жақсылар шыққан талай оғланды
аруақтай бекет бірім белгілің алталашқа бабам қосай. Танытсам мезалыңнан мен өзімді, халық үшін қару алған мен бір шабай. Еледік Маңғыстаудай тыныш жатқан, қол көтеріп ешкімге зиян салмай. Шаптырып жасқызылы ауылымды қанға зері айтып іші мұның қалай. Қаншама шейіт қылдың батырымдай, жылаттың қатын бала жақынымдай. Қорлаған мұсылмандау дұрыс болмас, айттырсан кітап ашқары ақыныңдай. Қойыңыз кінәм болса мойныңызға, сол үшін келіп тұрмын алдыңызға. Құранға дейм кітап сөз ау, рас болса ақ шейітке тарғаны мойныңызға. Қайтарың шауып алған мал жанымды, тең көрсеңдің исламдық сұрамымды. Ершабай осылай деп қан алды да, мақұл деп бас идірген сонда қанды. Сөзіне зейін қойып шабай айтқан, қайтарған жесірлерді Алла құлған. Өткен ұралы қалған салауат деп. Шабайдау жолдасы мен ала, сарпайлатқан, сарпайлатқан. Көндіріп айтқанына сонда қанды. Қайтарып жауға кеткен жесір малды. Сол сапар жаушықтай қолға түскен үйіне келіптің айсалқанды. Ершабай сонда 64 жасында екен, билерден Мәмбет-Нияз қасында екен. Ауылы Сүйекемнің сол сапарда қаралы Саятөстің тұсында екен. Ершабайдың ерлігін айқанғада тауып айтқан билігіне. Сүйекем батиясын берген екен, болып деп бұл мақтаныш елдігіме. Ершабайдың сапарынан бір жыл кейін Жансалқамда елге қайтып келген екен. Ел қып жау қолынан оны алып қайтқан інісі Қарақайдың дүйсен екен. Сүйекем бұл ұзындау көрген екен, ренжіп келмеді деп жүрген екен. Қауышып қыздарымен сүйін қарап. Соңынан 8 жыл кейін ала өлген екен. Өлген екен. Айтқанда қиуалынан ата гәуре, шабам деп аттанып тау біздің елді. Ел шауып қарабауыр күн көйнен, елме деп қазақ елін кемсінгенде. Бұлға барған кезде шабай ерге, сейініп ата барың әруақ бірге. Ізінен жүзіксімен қуған екен, ішінде арақ батыр болған екен. Ізінен қуы жетіп ай бүйірдау, екі жақ түйсіптау қиын жерде. Шабайдың әруағыма ай бар ба, не болғанын білмептай ата гәуре. Шабайды көрген кездай жасқаныпты, елінде батырсын жүрген неме. Гәуре деген атаның лақап атайы, көсекен өзімсін созған кеуде. Шабайдың бір сілтеген қылышынан білмей қапты түскенін басы жерге. Көрген өлгесін ата батыр өлгендігін қашыпты, аламаны ойдан өрге. Қайтарып жаурамына малмен жесірлерді атаның наз береу жетегінде. Халқының кегін алып басқызған Ершабай келген екен өз еліне. Қысқартты мұнадан сөзе бермей, болмаса мұның өзі көп әңгіме. Тіршілік дүние паны жүрсек аман. Оны да жазармыз деп кезегінде. Кезегінде ала. Ерлер көп жау сескенген абайынан, көп жүрмеген дұшпан талай маңайынан. Келген күн кезегінде тағдыр болып адайды айырылып тау шабайынан. Ершабай ақтан тілек тілейді екен, жолсызым сапарымның оңын берді. Шейіттік Кербаланың кеңшелінде, мынақ шейіт асан сön жолын берді. Ершабай кеткен ақыр тілегінде, айтқан сөз орындалып көңілінде. Басында итібай құдық қаза жетіп, шейіттік кеткен екен өлімінде. Өлімінде ала. Зарысы адай елің ай белгілау құнан ораса соның бір ай құнын орыстан ұл туса дұшпанға қиын құн туат деп айтылған аңыз болып сөздің түрі. Бұл өзі аңыз емес шындық еді, бұларға ерлік жолы мирас еді. Әкесі жай туғанның кегін алып, қалмақтан кек қайтырған жортсы еді.
Көңілді құнын орыс жігіттері, дұшпан кегіз өрмеу тілектері. Қастаса қанғаған деп қасарысып, дұшпанға бұлар кегін жібермеді. Айтқанда өткен ұстау бұрынғыны, белгілі балуан ел жорғында. Өлтіріп Ақпаметті кегін алған, бұл Шабайдың бел баласау сүгіреді. Өлгенде қастандықпен шейіт болып, Қосарыс Текебаймен жан дәулеті. Тартынбай Шазбарда қанын атып, кек алдау Жоламанмен бер дәулеті. Жоламан сонда 16 жасында да айтыңдаршы бұны деген ерлік еді. Оязға арқа сүйеп айтысқан мен, ай, дұшпанға адай теңдік ала бермеп едің, ай, бұларға мирас еді ау ерлік жолы, ерлікпен ат қалдырған аман жолы. Көңілді құнын орыс берен екен, танылған жастайынан өрен екен. Қолына қару алып жаушылықта ағасы Ерқосайға ерген екен. Ырза боп інісіне Қосай атайына қол жайып ерлік батау берген екен. Ерлікпен ізіңді мына жалғастырар, ұрпағың батыр болар деген екен. Ерлер көп мына тұқымында батыр Шабай, сол үшін ескалады ау біздің адай. Кешегі халық білген зиялылар белгілі берді берен шықты талай. Басқарған Қазақстан өкіметін белгілі бұл қазаққа жалау мыңбай. Жазылып тарихтың аты қалды, рухын кетсе olmaz ескен алмай. Атақ қалды берді өлет Жоламаннан, және де Еламан мен Құламаннан. Шабайдың соңындағы шөбересі шежіре қалды бізді Ермұханнан. Сейсенбай құрмет қылып ана ел атадаңқын, ойланып тадақа елдің салтын. Ас берді Шабай батыр атасын айы, жина ағайын жегжат жинап қалқын. Қосарыс Қамыспенен жаман қыра, байтуған мақтатыр елдің ері, тұралық сөйлетуге жеке дара. Айтқанда Жиенқұлдың лабағында орақпен өтетілеу шықты дара. Қалнияз ош жауын жырға қостау белгілі балуан я жорғында. Кезінде қажымаған қайран ерлер елтініш болушы еді солар барда. Кейінгі сол үшін бабаларды жатқа салдым. Ұмыт деп қалмасын де бара-бара, бейгіпті бей шықты бұл ауылдан көп зиялы. Нәренбай, Жиенбай мен Дәрбайы, және де Ділмарлықпен көзге түскен Алдоңғар Мыңжанбек Сәрсенбайы. Мырзалық ерлік билік теңдей келген Бекбаулы Боқсары Айтыман Бөрбайы. Айтқанда қолы сақи мырзалыны Бағдәулет Арлан менен барал жанам. Жақсылар қатарындай сөз қоғассам ағайын мақтас деп айтпас мұны. Бұларға мирас еді ау ерлік жолы, ерлікпен ат қалдырған аман жолы. Бәсетіп большевикқа қарсы шапқан, соңына жасақ етіп қан мырзалы. Бұлардың батыр деген аты қалды ау, соңғыларға қалқына даңқы қалды. Ел үшін мұнайын өлгендердің жайы жаннат. Соңынан айта жүрер, қалқау қалдың, қалқы қалды. Белгілі Бермағанбет ермеді, ерлігін қалқым талай көріп еді. Кешегі жаманшылық уақыттай қалқының басын қосып біріктіріп еліне дерек алып беріп еді. Жыр айтса құнын орыс жыршылары, айтушы ет батыршылық дастандары. Мұсекем кейінгі ұрпағына мұра қылып, Мұсекем жырлаушы еді қобыланды да. Мұсадың едігесі ойдан кетпес өтсе де одан жылдар одан бері. Және де мұна Жүзбағанбет Жарқынбегі шыққан дейтіне бір асыл сөздің түрі. Жарқынбек Қыжбектің айтқан кезде селтетпей тыңдаушы да жұрттың бәрі. Жетіс талай білен түлектері, дұшпанға кек жүрмеу түлектері. Халық үшін қарабасын арға тіккен айтулы дүйседе дау соның бірі. Ойлы айтулы дүйсенеді соның бірі. Шабайдың ерлік бар жүрегінде, мен шығатын мен бар деп керегінде. Арыстан айбаты бар назарында, жол бар ес қайраты бар білегінде. Ерлігін дүйсен батыр әңгіме тем осындай жер кезегінде. Ойланбай өлімінде, өмірінде, кеңестің бат көтербес дәуірінде. Халық үшін қарабасын арға тігіп, халқымның қайтырып еді ау дерегінде. Секілді ер Шабайдай ханға барған, ата ерлігін атасының жалғастырған. Халқымның мақтанышы дүйсен батыр. Дауынан тіке барып алай арналған,
тыңдасаңдар сөздің бұлын, жалғасам одан сөздің соңын. Кезінде қатарынан кем болған жоқ белгілі Оразымбет Жұмағұлым. Бұлардың белгілі дау еліге жайы, болмаған тілекті ешбір тайы. 60 жыл мына ұстаз болып қызмет еткен, кейінгі ұрпағына еңбек еткен белгілі Қуандық пен Шергешбай. Кейінгі ұрпағына мұра қылып, мына шейір жазып кетті Жаумытбай. Ерлердің орындалдай мына аманаты, шықпаған ешбір жаманаты. Алшаңдақ белбеу бұғыр топқа түскен белгілі палуандықта қайраты. Қаумалап сөз тыңдаған ағаны болады шынара сөздің міне. Көбісі көн әңгімай бағдардан шамадан шалғай кетсін сөкпің мені. Білдірген атадаңғын соңғыларға. Ай, сөз еткен мені мырза қала, көптің бірің, ай.